саламатсыңдар балалар. Сабағымызды бастайық. Оқулықты алайық. Оқулықтың 88-ші бетін ашайық. Қоршаған орта бөлімінің 6-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы гүл сыйлаймын. Сөздік жұмысы. Сыйлау, дарить, сыйлаймын, подарю, туған күн, день рождения, гүл сыйлаймын, подарю цветы, гүл сыйлайсың, подаришь цветы. Рахмет, спасибо. Сыйлау, дарить, уважать. Сыйлық, подарок. Туған күн, день рождения. Құттықтау, поздравлять. Құттықтау хат, поздравительное письмо, поздравительная открытка. Гүл сыйлаймын, цветы подарю. Гүл сыйлайсың, цветы подаришь. Үлкендерге гүл сыйлаймын, взрослым подарю цветы. Үлкендерді сыйлаймын, взрослых уважаю. Мен сыйлаймын, я подарю. Сен сыйлайсың, ты подаришь. Сіз сыйлайсыз, вы подарите. Ол сыйлайды, он, она подарит. Тапсырма. Сәйкестендір. Ойланайық. Сіз гүл сыйлайсыз. Мен гүл сыйлаймын. Сен гүл сыйлайсың. Ол гүл сыйлайды. Енді тексерейік. Дұрыс, біз дұрыс жауап бердік. Алақай. Бұл қандай мереке? Дұрыс, туған күн. Тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Бүгін Анельдің туған күні. Міне, Анель. Саша Анельге шар сыйлайды. Анна кітап сыйлайды. Қанат лего сыйлайды. Мен гүл сыйлаймын. Қазір кім не сыйлағанын балалар айтып береді. Менің атым Қанат, мен лего сыйладым. Менің атым Саша, мен Анельге шар сыйладым. Менің атым Анна, мен Анельге кітап сыйладым. Мен Анельге гүл сыйладым. Қандай жақсы балалар. Әли мен Аяның гүлдер туралы әнін тыңдайық. Дала гүлі лала гүл, жанға жұпар болады. Гүл төресі шоғынып, қалдым қайда тұғылып. Көз тартатын бірте гүл, кербезденген ерке гүл. Біз сендерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз. Көз тартатын бірте гүл, кербезденген ерке гүл. Біз сендерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз.
әже, мынау сізге. Рахмет, құлыным. Өркенің өссін, қандай әдемі гүлдер. Мынау сізге. Рахмет, алтыным. Бақытты бол, айналайын. Ақылдарыңнан айналайын. Азамат болды деген осы. Ата, әже, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Балалар әжесі мен атасына гүл сыйлады. Сұрақтарға жауап берейік. Неше сұрақ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 сұрақ. Бірінші сұрақ. Али мен Ая не жинады? Екінші сұрақ. Балалар гүлдерді кімге сыйлайды? Үшінші сұрақ. Әжесі Алиге не деді? Төртінші сұрақ. Атасы Аяға не деді? Бесінші сұрақ. Балалар үлкендерді сыйлайды ма? Балалар, назар аударыңдар. Екінші сұрақта сыйлайды деген сөз бар. Дарят, подарят. Ал бесінші сөйлемде сыйлайды ма? Уважают ли? Бірінші сұраққа жауап берейік. Али мен Ая не жинады? Али мен Ая гүл жинады. Балалар гүлдерді кімге сыйлайды? Балалар гүлдерді әжесі мен атасына сыйлады. Әжесі Алиге не деді? Рахмет, құлыным, деді. Атасы Аяға не деді? Рахмет, алтыным, бақытты бол, деді. Балалар үлкенді сыйлайды ма? Әрине сыйлайды. Балалар атасы мен әжесін қатты жақсы көреді. Бүкіл сұрақтарға жауап бердік. Оқулықтың 90-шы бетін ашып, 3-ші тапсырманы орындайық. Суреттегі заттардың атын қатыстырып, қандай тамаша деп айтамыз. Қандай тамаша раушан. Қандай тамаша қызғалдақ. Қандай тамаша күн. Қандай тамаша бұлт. Қандай тамаша тау. Қандай тамаша бәйшешек. Тапсырма. Гүл сөзінен басталатын қыздардың аттарын жаз дейді бізге. Біз жазбаймыз, біз айтамыз. Бірінші Гүлшан, екінші Гүлназ, үшінші Гүлжанат. Бәрі гүлде басталады, иә? Гүлнұр, бесінші Гүлбану. Кім болады екен келесі? Гүлнәр. Тамаша. Бұл құттықтау хат. Әдемі құттықтау хат. Құттықтау хатқа тілек жазылады. Біз де Анельге бір баланың атынан тілек жазайық. Анель, мен сені туған күніңмен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, ашық аспан, бақыт тілеймін. Жақсы оқы. Тілек білдіруші досың Дима. Дима Анельге құттықтау хат сыйлады. Қазір біз сөз жұмбақты шешеміз. Ол үшін онлайн тестілеуге кіреміз. Сөз жұмбақтың тақырыбы «Мен гүл сыйлаймын». Жарнаманы алып тастаймыз.
жарнама бізге кедергі жасайды. Бұл онлайн сөз жұмбақ. Кішкене үлкейту керек. Үлкейттік. Мен гүл сыйлаймын тақырыбына осы әріптерден сөздер құрау керек. Мұқият қараңдар. Сөздерді таба аласыңдар ма? Бірінші сөз анель, екінші сөз сыйлық. Қандай сөздер бар екен? Дұрыс, сыйлау деген сөз бар екен. Тағы да қандай сөз бар екен? Көп сөздер. Бүкіл әріптерді қолдану керек. Дұрыс, шар деген сөз бар. Саша шар сыйлады, е? Тағы да қандай сөздер бар екен? Әже деген сөзді таптық. Гүл деген сөз бар екен. Дұрыс, Әли деген сөз бар екен. Ол баланың аты. Ая деген сөз бар екен. Тағы да бірнеше сөз қалды, е? Лего деген сөз бар екен. Екі сөз қалды. Дұрыс, ата деген сөз және Анна деген сөз. Анель деген сөз. Анельдің туған күні. Анельге сыйлы сыйланды. Анна Анельге кітап сыйлады. Саша шар сыйлады. Қанат Лего сыйлады. Али мен Ая ән айтты. Гүл туралы ән айтты. Али мен Ая әжесіне, атасына гүл сыйлады. Анельге де гүл сыйланды. Бүгін сабақтың тақырыбы мен гүл сыйлаймын. Енді тексерейік. Нәтижесін көрейік. 100% дұрыс екен. Омбы сөз жасырынды, бүкіл омбы сөз табылды. Бүгін гүл сыйлаймын деген тақырып өтілді. Сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар, балалар.